Қайырлы күн баршаңызға. Қазақты өз жарасын өзі жалап жеңіп алатын, жазып алатын қасқырға ұқсатам. Бірнеше уақыттан бері өңірлерде топан су жайлап жатыр. Халық тиындап жинаған дүние мүлкінен айырылып жатыр, үй жайынан айырылып жатыр. Мынау мал мүлкінен қанша мал қырылып жатыр. Бірақ мұндай топан суға алдын ала ескертілсе де ешқандай дайындығы жасалмаған, өкінішке қарай. Немқұрайлы қараған басшылар, шыны керек, халық қайда барарын білмей жатыр. Эвакуациядан кейін мысалға техника жоқ өңірлерде, техника болса жанармай жоқ. Дәл осындай кезде біздің төлеп жатқан, тағы да кеше кәсіпкерлерге жолдау жасап жатыр. Халық бір-біріне бәрібір көмектеседі, бәрібір бір-біріне қол созады. Бірақ дегенмен қанша салық төленіп жатыр кәсіпкерлерден, қанша мына штрафтар, мысалға сергектерді қойып жатырсыздар ғой. Қайда оның бәрі? Мұнай компаниялары неге көмектеспейді? Мысалға техника жетпей жатыр деп жылап жатыр. Кішкентай 5 оқитын балаларға дейін құм тасып жүр. Сіздерге ұят емес пе? Қалай соған жеткізуге мен сөзім жоқ. Кешеден бері естіп, тіптім сөз жоқ. Мынаның бәрін көзбен видео жіберіп жатыр. Енді бір нәрсе істеу керек.